Лимон С-дәруменге бай екенін білеміз, бірақ оның емдік қасиеті иммунитетті нығайтып, суық тиюдің алдын алумен ғана шектелмейді. Бүгін сіздерге танымал лимонның пайдасы мен зияны және лимон қосылған судың пайдасы туралы айтамын. Бәріңізге сәлем. Бұл видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Пайдалы қасиеттерінің арқасында лимон бүкіл әлемге танымал болды. Біздің ағзамыз мұндай жемістерді қажет етеді, бірақ оны пайдаланудың шегі бар. Өйткені шамадан тыс қолданған жағдайда организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп болғандықтан, ол қартаюды баяулатады, онкологиялық аурулардың дамуын кедергі жасайды, холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Суық тиюдің немесе тұмаудың алдын алу үшін қолданылады. Құрамындағы дәрумендер иммунитетті нығайтады, нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын төмендетуге болады. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамында пектин, эфир майлары, биофлавоноидтар бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңуін жеңілдетеді. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С-дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммундық жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотиктер қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Егер мына жеті ауру мазаласа, лимон қосылған су ішіңіз. Аурудан айығу үшін сізге керегі 1 стақан су мен 1 тілім лимон қажет болады. Ашқарынға 1 стақан лимон қосылған су ішу өте пайдалы. Әсіресе ағзаны қажетті дәрумендермен, минералды заттармен байытады. Нақты қандай пайдасы бар айтамын. Бірінші, иммундық жүйені нығайтады. Өздеріңізге белгілі лимон С-дәруменіне бай. Аскорбин қышқылының қайнар көзі. Суыққа қарсы күресетін ағзадағы темірдің оңай сіңуіне ықпал ететін қасиетке ие. Жалпы алғанда лимон ағзаның қорғаушы күші десек болады. Егер суға лимон араластыратын болсаңыз, суыңыздың құрамында микробты жоятын зат түзіледі. Нәтижесінде тұмауды, суық тиюді емдеуге қабілетті келеді. Тұмау тиіп суықтап қалсаңыз, дереу лимон қосылған су ішіңіз. Ол қақырықты сыртқа шығарып, тамақ ауруын емдейді. Ас қорыту жолдарының жұмысын жақсартады. Егер ішегіңізде проблема болса, онда лимон қосылған су ішіңіз. Бұл сусын ішіңізді жүргізіп, ішек жолдарын тазалайды. Таңертең ішкен 1 стақан лимон қосылған су теріге ем болады. Нақтырақ айтқанда, терідегі бөртпені, қарадақты, безеуді лимон суымен кетіруге болады. Лимонның құрамында С-дәрумені қарадақты кішірейтіп жоғалуына ықпал етеді, әрі безеудің шығатын бактериялардың көзін жояды, ағзаны тазалайды. Лимон қосылған су бауырды тазалайтынын білесіз бе? Лимон қышқылы улы токсинді сыртқа шығарып, бауырды толық тазалайды. Сонымен қатар несеп жүргізетін де қасиетке ие. Несеп арқылы ағзаны бүкіл шлактан тазалауға қабілетті. Лимон қосылған су артық салмақтан арылуға көмектеседі. Арықтау үшін қымбат дәрінің көмегіне жүгінбеңіз. Бар болғаны таңертең 1 стақан лимон қосылған су ішсеңіз, өзіңіздің армандаған салмақ иесі боласыз. Өйткені лимон суы ішектің жұмысын жеңілдетіп, ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Лимон қосылған сумен ауыз қуысын шаюға әдетке айналдырыңыз. Жуық арада аузыңыздан шығатын жағымсыз иістен арыласыз. Керемет қасиетке ие бұл судың ауыз қуысының бактерияларын өлтіріп, стоматологиялық ауруларды емдейді. С-дәрумені асқазанның саулығын жақсартады. Сондай-ақ қарынға 1 стақан лимон қосылған су ішіңіз. Таңертең астан соңда тағы да осы суды ішсеңіз, асқазан ауыз қуысының ауруларын емдейсіз, әрі деміңіз жақсарады. Ауырмаңыз,
көрсеңіз, ем болсын, менің айтқан ақпараттарым пайдалы болды деген ойдамын. Маған тіркеліп, лайк бас кетуді ұмытпаңыз.